Барлықтарыңызға сәлем. Бұрын арнамызда мына видеоны салған болатынбыз. Ол видеода мына ютубер қыздың жоғалғанын, немесе біреу оны күштеп ұстап отыр дедік. Бірақ жақын арада Кейтиап арнасына видео салып, біздің барлық болжамымызды жерлеп тастады. Ал бүгінгі видеода біз бұның бәрі неден басталғанын және оның қайда жоғалып кеткенін талқылаймыз. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып, арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Кейтиаптың шын мәнінде қайда жоғалып кетуі мүмкін екенін талқылайтын боламыз. Кейтиап YouTube тарихындағы ең жұмбақ оқиғалардың бірі. Күні бүгінге дейін оның кім екендігін ешкім анықтай алмай жатыр. Өзінің мукбанк видеоларымен миллиондаған адамның назарын өзіне аударып, барлығының ойларына жауапсыз сұрақтар қалдырды. Сіздерге түсініксіз болып қалмас үшін, бұның бәрі неден басталғанын баяндасақ. 2018 жылдың 23 сәуірі. Кейтиап арнасында алғашқы видео жарық көреді. Видеода көзіне маска тағып алған қыз алдында тұрған 5 келі балықты бір отырғанда жеп тастайды. Бұл жерде айтарлықтай ештеңе жоқ. ASMR видеоларда авторлар осылай көп мөлшердегі тағамдарды камераға түспей жейді. Келесі видеоларда ол үлкен кальмарды, лобстерді, корольдік шаянды, шикі тунецті, 8 аяқты, теңіз ұлуын, ас шаянды, көптеген балықтар мен басқа да теңіз тағамдарын тұтынады. Көптеген тағамдарды шикі және өте жылдам жегендіктен бұл жиіркенішті көрінеді. 2018 жылдың 12 маусымы. Кейтиап арнасында екінші видео шығады. Бұл жолы ол қолын жаралап алған секілді байлап алыпты. Видеоның комментарийінде көрермендердің барлығы шу шығарады. Бір уақытта Кейт немесе басқа біреу шуды басу үшін комментті жауып тастайды. Ары қарай ол видео салуын тоқтатпайды. Осылайша өзінің оғаш видеоларымен көптеген аудиторияны өзіне тартты. Өзі туралы және оқиға туралы ешқандай пікірімен бөліспей, көрермендердің әрі қарай қызығушылықтарын арттыра түсті. Алғашында көрермендер қалай ол мынаның бәрін жеп жатыр деп ойласа, кейіннен бәрі басқаша бола бастады. 2019 жылдың 21 маусымы. Арнада жаңа видео шығады. Бірақ бұл жолы оның ерні кесілген, ал қолы көгерген. Алдын бұл болмағандықтан көрермендерде жаңа теория пайда болады. Ол теорияларға дәлел болып, сол видеода Кейт ыдысты саусақтарымен соғып дыбыс шығарады. Бұны дереу түрде адамдар Морз әліппесі деп ойлайды. Яғни дыбысты ашса, help me деген сөз шығады деген тұжырымдар пайда болады. Коммент солай толып, хайп керек жобалар осы арқылы рейтингін көтереді. Видеолары ары қарайда осылай түсініксіз түрде өрби береді. Бір видеосында мен үйде жалғызбын, видеоларды өзім түсіремін деген екен. Бірақ сол бейнеде камераны біреу түрткендей қозғалып кетеді. Кейт те оған мән беріп қарайды. Бұндай жағдай бір рет қана болса байқалмайды ғой. Қыз камераның артындағы нәрселерге бірнеше рет қарағанын көреміз. Комментте мен видеода сені өлтіремін деген әлдекімнің сөзін естідім. Сондықтан ол асығып жеп жатыр деген екен. Шынында видеоның кейбір сәттерінде ер адамның дауысы естіліп қалады. Міне өздеріңіз тыңдап көріңіздер. Кейт видеосында сөйлемейді, тек субтитр жазып қояды. Бірақ қырағы көзді көрермендер бұл жерден де біртүрлі нәрсені табады. Мына жерде SOS үлкен әріпте, үшеуін қоссақ
сос деген сөз шығып тұр. Бірақ бұның бәріне бір күні Кейт жауап жазады. Бұл ешқандай морз әліппесі емес, бәрі сәйкестік деген секілді. Оның комментарийіне мән берсек, Кейт өзінің атынан емес, жай ғана біреудің комментарийін көшіріп қоя салған секілді көрінеді. Мына пікір халықтың назарын одан сайын өзіне аудара түседі. Солай Кейт бұны сәл де болсын басу мақсатында арнасының сообщество бөлімінде бір жазба қалдырады. Ол жерде: бәріңе сәлем, менің қазіргі жағдайымды түсіндіре кетейін. Менде бәрі жақсы, мені ешкімде күштеп жатқан жоқ. Қолымдағы көгерген із күннің салдарынан, ал ернімдегі болса, ол ұшық. Осыдан соң Кейт екі айға жоғалып, қайта оралады. Бұл жолы видеоның аты «Мен тірімін». Ағылшын алфавитінде И 9-шы, ал A 1-ші тұрады. Яғни 9-1-1. Бұнымен бәрі тоқтамай, видеода шыққан субтитрден біз help сөзін шығара аламыз. Қызықтың бәрі енді басталғандай. Бір көрермен комментте Кейттің кім екендігін болжаған. Бұл польшалық UFC спортшысы Йоанна Енчейчик. Ол өзінің түрін көрсетсе, өзінің спортшы атына нұқсан келтіріп аламын деп қорқады. Йоанна шынымен де Кейтяпқа ұқсайды. Тісі, мұрыны, бет құрылымы, оған қоса UFC спортшысы болғандықтан ол осылай калория жинауы мүмкін. Бірақ бұл теорияның өмірі ұзаққа бармайды. Йоаннаның қолында Кейттікіндей тату жоқ. Сонымен қатар, поляктар біздің акцентіміз Кейттікіндей емес деп бұл теңеудің көзін жояды. Келесі болжам, бұл біздің арнада бөлек видео болып шыққан Карли Гусе. Кейтті біреу ұрлап кетті деген ойдан туып шыққан осы Карли Гусенің жоғалуы еді. Мұрыны, иегі, дене пішімі күлкісіне дейін ұқсайды. Бірақ бұл теория жалған. Себебі күндер мүлде сәйкес келмейді. Карли 2018 жылдың қазанында жоғалған, ал Кейт болса алғашқы видеосын 2018 жылдың сәуір айында шығарған еді. Сонымен қатар Карли ақш-та жоғалды, ал Кейт болса кейіннен Францияда тұратындығы анықталды. Францияда тұратындығын көрермендер тапқан екен. Біріншіден, видеода франциялық компаниядан шыққан Molly Next брендінің грилі. Екіншіден, Кока-коланың бөтелкесі. Бөтелкенің этикеткасы француз тілінде жазылған. Айтпақшы, Кейт коламен байланысты видеоны өшіріп тастаған. Сол видеода қыз балық, ментос және коланы араластырады. Мынау енді шынымен бір түрлі. Үшіншіден, және ең бастысы, мына видеодағы лобстер отырған стаканды қараңыздаршы. Стаканның логотипінде challenge деп жазылған. Одан соң Кейт стаканды қолмен байқаусызда құлатып жібереді. Содан соң біз логотиптің жалғасын көреміз. Ол жерде room деп жазылған. Францияның Гренобль қаласында Challenge the Room атты квест бөлме бар екен. Кейт ол жерге барған секілді. Мына фотоны сол жердің ресми Facebook тобы салған. Ол топта квестке кімдер барса, соның бәрін фотоға түсіріп салады екен. Фотода біз Кейтапқа ұқсайтын біреу, немесе сол Кейтаптың өзін көреміз. Соған қоса фотода Кейттің қолындағы сақинаға ұқсас сақина байқалады. Осындай қауесеттер шыға салысымен топ фотоны өшіріп тастайды. Арнада бірнеше ай бұрын көмекке қаржы сұраған сообщество шығады. Бірақ біраз уақыттан соң ол жазба өшіріліп, арнаны әлдекім бұзып, қаржы сұраған, ал қазір бәрі жақсы деген хабар келеді. Кейтаптың жақында YouTube-қа оралғанын білетін шығарсыздар. Ол видео салған сәтте біздің жазылушыларымыз дереу түрде бізге хабарлаған болатын. Сол сәтте біз таң қалдық. Соңғы уақыттары ол YouTube-та белсенді болып, видеолардың арасын қатты ұзартпай салып жүр. Бәрін жаңадан бастағысы келді ме, арнадың авасын ауыстырып, ресми TikTok арнасын ашыпты. Жаңадан бастағысы келді ме, немесе YouTube-та жасаған хайпын TikTok-та жасайын деп жүрме. Жалпы қыз алдыңғы видеомызда айта кеткенде булимия атты аурумен әлі де ауыратын секілді. Бір ай бұрын салған видеосында да оның тісі түсіп қалады. Бұған дейін естеріңізде болса, оралмай тұрып соңғы видеосында тісі түскен еді. Негізінде
Кейт ютубты бастаған уақытта бәрі осылай ушығып, барлық әлемнің назарын өзіне аударатынын білмеген. Бірақ жағдай солай болғаннан соң, әдейі ютубтың монетизациясы арқылы ауруының еміне ақша жинап, емделуге аттанған. Неліктен өзінің түрін көрсетпеген деген сұраққа келсек, оған түрін көрсетудің не керегі бар? Барлығы өзі үшін керемет болып жатыр. Көрермендер күннен күнге көбейіп жатыр. Әрине түрін көрсетіп, хайптың көкесін жинап алуына болатын еді. Бірақ өзі қаламаған секілді. Осылайша видеомыз аяқталды. Менің ойымша, Кейт булимия атты аурумен ауырып жүрген. Солай YouTube ол үшін үлкен жаңалық болып, барлығын көп тамақ жеп таңғалдырады. Бір жағынан оны біреу ұрлап кетті деген теориялар оған пайдасын тигізіп, ақша табуына да көп көмегін тигізді. Сіз қалай ойлайсыз? Комментке жаза кетіңіздер. Кейт апқа осымен нүктесін қояйық. Видеомыз ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңіздер. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.